Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ұлттық құндылық болашаққа бағдар атты интеллектуалды ойынды көрсетемін. Бұл жерде ұлттық құндылыққа байланысты менде осыған ұқсас кезеңдерден тұратын ұлттық құндылықтардың екі версиясы бар. Яғни кезеңдерімен, сұрақтармен бірге дайындалған. Ол сол YouTube каналында бар. Енді бұл соның үшінші версиясы ғой, негізі былайша айтқанда. Бұның атауы ұлттық құндылықтар болашаққа бағдар. Ұлттық құндылық болашаққа бағдар деп аталады. Жалпы 4 кезеңнен тұрады. Мысалы, бұл ұлттық ойындар бойынша кезеңдер. Біріншісі бәйге, екіншісі садақ ату, үшіншісі хан талапай, және төртіншісі арқан тарту деп аталатын. Жалпы 4 кезеңнен тұрады. Барлығының сұрақтары жазылған. Сразу пока слайд сначала деп ашам. Осылай басталады, міне. Одан кейін кезеңдерін ашып береді бізге. 4 кезең. Оның бірінші кезеңі бізде бәйге деп аталады. Бәйге кезеңінде осындай сұрақ шығады. Одан кейін екі варианты болады. Бізде уақыт бар, міне. Уақыт 10 секунд. Уақыт аяқталғаннан кейін жауап береді. Дұрыс болса осындай шығады. Қате болса осылай шығады. Мен мынаған басып береміз. Келесін ашып береді. Әрбір нені, мысалы, мына жерде мен сұрақтарын осыған ұлттық құндылыққа байланысты сұрақтар қойғам енді. Осыған басып отырамыз бұлай. Міне. Мен қазір бәрін басып ашпаймын. Тез-тез өткізіп кетейік. Келесі. Екінші кезең садақ ату деп аталады. Садақ ату кезеңі бұл өте қарапайым. Мына жерде бастау батырмасын басамыз. Мынау тиеді, мына жерден сұрағы шығады. Уақыт бар, міне. Тексеру арқылы жауап шығады. Болды. Барлығында істейді, мынаны басып жібересіз, міне. Мынаны бір басамыз. Шығады. Тексеру жауап шығады. Келесі кезең. Енді тез-тез өткізіп жібердім. Уақыт көп кетпеу үшін. Үшінші кезеңді көрсетеміз. Хан талапай. Хан талапай білесіздер, ол асық ойыны. Мына жерде біз тест түріндегі ойын. Мысалы, мына жерде сұрағы тұр. 3 варианты бар. Басып жібереміз. Міне. Дұрыс жауап болса, осылай асық тиіп, осылай болады. Келесі, мысалы, қате жауапты белгілеп көрейін. Мына жаққа ұшып кетті. Мынанда тағы бір қате жауап былай кетеді. Дұрыс болса, барып тиеді осылай. Міне. Келесі, қазақ халқының қасиетті осындай нелері бар. Енді 7 дұрыс жауабы. Істеп тұр, барлығын не қылмай өткізіп жібере салам тағы да. Өйткені уақыт кетіп жатыр, бізде тез-тез көрсетейін. 4-ші кезең арқан тарту деп аталады. Бұл жерде екі вариант тұрады, соның біреуін белгілейміз мысалы. Міне дұрыс болса осылай жасыл түсті болады. Қате болса мынандай болады. Келесі, мысалы ұлттық ойынның түрі шахмат, тоғызқұмалақ бізде осылай. Оңай сұрақтар жазып қойғам, өзгерте бересіздер ғой. Міне мысалы жар деген сияқты. Келесі өткізіп жібере саламыз. Соңында ұлттық құндылықтар аяқталды. Яғни ойынымызды аяқтадық. Так, енді бұл жерде қалай болады? Мына жердегі тақырыпты өзгертуге болады. Мысалы, сізде ұлттық құндылыққа байланысты басқа да бір ұлттық ойындар деген сияқты бір сыныптан тыс шараңыздың тақырыбы болса, соны мына жерде өшіріп жазсаңыздар болады. Яғни тақырып өзгереді. Келесі бізде кезеңдерді өзгертуге болады. Мына жерден өшіресіздер. Бәйге кезеңін өшіріп, мына жерден өшіріп, кезеңдердің атауларын өзгертіп шығуға болады. Енді сұрақтарын өшіріп жаза бересіздер. Міне түсінікті, дұрыс жауап, қате жауаптары бар. Сұрағын көбейту үшін не істейміз? Мынау слайдты дублировать жасаймыз. Әрбір кезеңде слайдты тек қана дублировать етсек, болды, сонымен сұрақ көбейе береді. Өте жеңіл шаблон. Мынадан былай жасаймыз. Мысалы, дублировать басып тұрып, міне. Дублировать слайд дегенге бассақ, осы слайдты 2 слайд етіп береді. Осылай көбейте бересіздер. Я болмаса мына жерден видке басып тұрып, мына сортировщик слайдқа басып, осы жерден копировать слайд етіп қойсаңыздар да болады. Енді тағы да жалпы барлығын айттым. Қиын ештеңе жоқ. Сұрақтарын өзгертіп, жазып, неғып қолдана бересіздер. Осы ойын керек болса маған жазыңыздар. Сол жерде толығырақ айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.